Армысыздар, Уақыт ТВ арнасы ұсынады. Каналға тіркеліп лайк басып, сақтап алуды ұмытпаңыздар. Ұйқы не үшін қанбайды? Үлкен қала тұрғындары ұйқының жетіспеушілігінен вақтылы дем алмаса да, ұйқының қанбауынан зардап шегеді екен. Оны жеңу үшін біз не істей аламыз? Ұйқының қанбау себептері қандай жағдайларда болады? Мәселен, түрлі аурулар, ұйықтайтын уақыттың түрлі болуы, психологиялық ауытқулар. Әрине, ең алдымен дәрігерге барып көрініп, анализдер тапсыру қажет. Егер оның барлығы жақсы болатын болса, мына әдеттерді есіңізден шығармаңыз. Бірінші, күн тәртібін өзгертіңіз. Күнделікті бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оянуға тырысыңыз. Кем дегенде 7 сағат ұйқы адамға күш-қуат сыйлайды. Одан кем немесе артық уақыт әдетте ұйқының қанбауына және бастың ауруына алып келеді. Мүмкіндік болса, ұйықтар алдында серуендеңіз. Осылайша адам денені оттегімен қанықтырады. Миға оттегі жетіспеген жағдайда адам өзін шаршаңқы сезінеді. Сондықтан ұйықтар алдында жатын бөлмені желдетіп алу керек. Диетаны өзгерту. Әсіресе күзде жиі ұйқымыз келеді. Ол кезде ағзаға түсетін дәрумен азаяды. Оны диета арқылы толықтыруға болады. Ақуыз, көмірсу, микроэлементтерге бай тағамдарды таңдау керек. Сондай-ақ суды естен шығармаңыз. Ағза күнделікті қажетті таза су мөлшерін алуы тиіс. Ұйқының себептерінің бірі күйзеліс. Күйзелістен шығу үшін кәсіби маман көмегіне жүгінуге болады. Кейде тіпті адамның өзі жай қадамдар жасай алады. Мысалы, ашық түсті киім кию, жиі адамдармен кездесу, қызықты іс-шараларға және көңілді музыкалар тыңдау. Ұйқыны бірден не ашады? Кофе, қант, энергетикалық сусындар. Бірақ ешқашан бұларды шамадан тыс тұтынбаңыз. Қуат беретіні анық, дегенмен азанғы уақытта қантты пайдалану ағзаға зиян. Таза ауа, үзіліс жасап кем дегенде 5 минут сыртқа шығып, таза ауамен дем алуды әдетке айналдырыңыз. Сондықтан сіз денсаулығы жақсы, ұйқысы қанатын адам ретінде қалыптасасыз. Сіздермен бірге Уақыт ТВ арнасы, келесі кездескенше.